Сәлем жүлерім, бүгін бізде қызықты тақырып ене мен келіннің қарым-қатынасы. Ене мен келіннің қарым-қатынасын оңай құруға болады, оны қалай тексеруге болады. Егер ене басында баласы әйел әкелген кезде, үйіне әйелді әкелген кезде, қызды алып келген кезде, сол қызға келін ретінде қараса, онда қарым-қатынастары қиын болып тұрады бұлардың. Егер келін емес, баламның әйелі біздің осы әулетті жалғастыратын әйел ретінде қараса, онда қарым-қатынасы жақсы болады. Вообще, келін деген сөз нені білдіреді? Келген адам деген сөз. Бұл үйде өскен емес, басқа жерден келген адам. Пришедший орысшаға аударған кезде. Яғни, бөтен адам деген сөз. Сондықтан осы сөздің өзі энергетика жағынан қарама-қайшылық тудырады. Ене мен келіннің арасында. Маған ұнамайды бұл сөз. Мудрый аналар өзінің келіндерін қызындай қарайды, қызындай қабылдайды. Себебі олар біріншіден өзінің сол қыздың орнына қояды. Екіншіден, егер ол ананың қызы болса, то ойлайды, қызым да басқа жерге барады ғой, сол басқа жерге бағы ашылып үй құрады деп, сондай оймен, менде бұл қыз да біреудің қызы ғой, мәпелеп өсірілген. Сондықтан бұл қызға да мен ана ретінде қарау керекпін ғой деген ойы болады мудрый аналарда. Бұндай аналарда менде күмәнім жоқ, жақсы қарым-қатынас құра алады. Келесі айтарым, неге біз көбінесе нені байқаймыз? Келін мен ененің қарым-қатынасы шлей жақсы болып тұрған жоқ біз қазіргі заманда. Мүмкін өткен ғасырда лучше было, не знаю. Қазір менің көріп жатқаным тенденция бойынша қарым-қатынас онша емес. И бұған бір себеп бар. Біз қазір квартирада тұрамыз. Квартираларда тұратын кезде, квартира деген не? Бұл кішкентай территория. 75, ары кетсе 100 квадраттық территория. Бұл территорияда бірақ кухня бар. Ал кухняда екі әйел сыймайды. Кухня бұл әйелдің территориясы. Негізі не только кухня, әйел энергетика бойынша әйелге үй бұл жай әшін қонатын жер емес. Бұл әйел үшін ғажайып баспана. Үй ғажайып баспана. Яғни, үй бұл әйелдің энергетикалық жалғасы. Сондықтан әр әйелдің тұрмыста болсын, тұрмыста болмасын, бұл не важно. Әйелдің өзінің территориясы болғаны дұрыс. Өзінің ғажайып баспанасы болғаны дұрыс. Мысалы, байқап көрсеңіз, әртүрлі әйелдердің үйіне барған кезде, кейбіреулердің үйінде өте көңілді атмосфера, рахат, бір өзін тынығып, демалып қаласың сол үйде. Неге? Сол адамның өзі, сол әйелдің өзі де сонда өте уютный, приятный адам. Ал кейбіреулердің үйіне барасың, вроде үйдің температурасы нормальный, бірақ суық сияқты сезінесің өзін. Денең бір түрлі болады. Сол үйде тұрғын да келмейді, бір иістері жаман ба, әйтеуір қашып кеткің келеді сондай үйден. И сол әйелдің хозяйкасы да, үйдің хозяйкасы да тура сондай суық адам. Вот. Сондықтан, когда ана өзінің баласымен сепарациядан өтпеген кезде, бала ата-анасымен қалған кезде, үйге әйел әкелген кезде, бұл үй екіге бөліне алмайды. Үй біреу, яғни и хозяйка дома тоже біреу. Когда бала әйелмен бірге ата-анасымен тұрған кезде не болады? Ата-ана бұл үйдің хозяиндері болғандықтан жоғары статыда тұрады.
олар яғни ересек болып саналады. Ата-анамен даже үйленбеген балдар тұрған кезде олар ересек бола алмайды қасында тұрып. Олар бәрібір бір саты төмен болып, солардың баласы ретінде, энергетикада баласы ретінде тұрады сол жерде. И үйге әйел әкелген кезде ол әйелде кім болады? Ересек емес, бала түрінде сол жерде орналасады. Сондықтан, мысалы, көбінесе байқаған шығарсыздар, немерелер өте избалованный болады сондай үйлерде. Ата-анасы ұрсамайды ол немерелерге. Себебі олардың мамасы мен папасы өздерінің балдарына немерелерге ұрсуға тыйым салады. Ұрыспаңдар біздің көзімізше деп айтуы мүмкін. Сондықтан бұлардың бәрі әшейін бала ретінде психологический ребенок дейді ғой. Психологиялық бала түрінде қалып кетеді. Бұндай кезде вообще хозяйка дома кім екенін оңай тексеруге болады. Үй әйелдің энергетикалық жалғасы дедік қой. Мысалы, үйге келген кезде, егер сіз сол жердегі әдемі кілемге вареньяны төгіп жүрсеңіз, немесе бір мебелін сындырып жүрсеңіз, әйел не сезеді? Әйел как будто сол әйелдің денесінен сырып жібергендей солай сезіледі оған. Мысалы, мен үйіме біреу келіп, үйімдегі стулымды, бір есігімді тырнап жіберсе, мен жаман қараймын ол адамға. Мен өзімді тырнағандай қараймын, потому что бұл менің энергетикалық жалғасым, мен бұны қатты сезем, бұл үй маған жақын. Ата-енесімен тұратын балалар, әйелді, баласының әйелі, келін. Сол үйге келіп, сол жерде бір нәрсені бұзып жіберсе, кім больше всего переживать етеді? Келін ба или сол үйдің хозяйкасы ма? Конечно, сол үйдің хозяйкасы переживать етеді. Көбінесе. Это если баласы сатып алмады ол үйді. Если, допустим, баласы купил, этот дом, полностью обустроил, тогда этот дом считается баласының үйі, ата-анасын қолыма алдым деген сөз. Мысалы, частный үйлерде, үлкен үйлерде тұратын болса, үлкен семья болып, атасымен, енесімен тұратын болса, онда проще болады, потому что ол жерде территорияны бөлуге болады. Әсіресе кейбіреулер, мысалы, бір территорияда екі үй соғады сразу, баласына да үй, өзіне де үй соғып қояды. Немесе екі этаж болады, мысалы, бірінші этаж ата-енесінің этажы, екінші этаж балалардың этажы. Солай өзіне территорияны бөліп қояды, и поэтому олар қырылмайды между собой. Қарама-қайшылық энергетикасы бұлай соғыспайды. Нормально қарым-қатынас табуға болады. Сондықтан, егер ата-анасын қолына алатын болса, лучше, конечно, в доме жить, менің ойымша. Квартирада өте қиын. Бір кухняға талас болады. Бәрібір пространство кішкентай болғандықтан тесно болып сезіледі. Тесно қалай болады? Тығыз болып өзін некомфортно сезінеді. Келін де некомфортно сезеді, и ене де некомфортно сезеді. Негізі психологияда психологиялық сепарация, бөліктену деген ол полностью әртүрлі үйде өмір сүру деген сөз. Бұл қандай жағдайларда болады? Бұл здоровый взаимоотношения болған кезде. Яғни психологиялық жағынан дамыған адамдарда бұндай болады. Ененің өзінің жұмысы, өзінің қызықты хоббилары, подругалары болу керек. Өзінің өмірі өзіне қызық болу керек. Сол кезде ол балаларының өміріне тиіспейді. Сонымен қатар келіннің де өзінің де өмірі қызықты болу керек. Өзінің өмірімен айналысатындай жағдай жасалу қажет. Ене мен келіннің қарым-қатынасы жақсы болған жағдайлар да кездеседі, сирек болса да кездесіп тұрады. Бұл жерде менің ойымша кез келген қарым-қатынасты, екі адамның арасындағы қарым-қатынасты екі адам құрады. Яғни ене де өзінің үлесін қосады, өзінің даналығын, мудрость, и келін де өзі сол өзінің даналығын қосады. Қалай?
өзінің күйеуін жақсы көргендіктен анасын да сыйлайды. Егер күйеу жақсы болса, мысалы жаман анадан жақсы күйеу туылмайды. По-любому бұл күйеуді өсірген осы ата ене. Сол сыйластығын сезе тұрып, ол енесімен жақсы қарым-қатынас құра алады. Маңыздысы екі адам қарым-қатынасты екі адам құрады. Бір айтатын нәрсе, әйел адам бұл электростанция. Әйел адам бұл бақыт энергиясын шығаратын станция деуге болады. Яғни әйелдің настроениясы күйеуінің жағдайына, балалардың жағдайына қатты әсер етеді. Мысалы, үйде әйел адам ауырып қалса, мамамыз ауырып қалса, үйдің бәрі түңіліп, настроениясы болмай кетеді. Папасы ауырса, ондай емес. Папасы ауырды ма, ауырды, мақұл, жазылып кетеді. Вот әйел адам ауырса, все, үйдің бәрі просто туман болып, бәрінің настроениясы жоқ, все такие грустные ходят. Сондықтан әйелдің настроениясы, әйелдің энергетикасы бәріне әсер етеді. Сол үшін үйде энергетикалық, әйелдің энергетикалық жалғасы болғандықтан, үй сол әйелдің территориясы. Үй бұл күйеуі демалатын жер. То есть әйел күйеуі үшін сол условияларды жасайды. Әйелге үй ішінде тұру бұл жұмыс. Көбісі ойлайды, домохозяйкалар типа херней страдают, не работают. Ондай емес. Ол әйел күнде жұмыс істейді. Кәдімгі жұмыс бұл. Азында тамақ беру, обед, ужин жасау, балдарды мектепке шығарып салу, киімді жуу, үтіктеу, содержать дом в чистоте. Бұның бәрі колоссальный труд, колоссальный жұмыс. Осы жұмысты не үшін жасайды? Бәрі рахат өмір сүру үшін жасайды, өзінің семьясы үшін жасайды. Сондықтан бұл территория бақыт, уют создавать ететін территория. Бақыт, уют құрастыратын территория, үй. Сондықтан бұл жерде егер ене мен келін бірге тұратын болса, бұл жерде екі вариант. Либо ене уступать ету керек та келінге, то есть полностью осы үй сенікі деген сияқты. Либо келін уже сол ене властный әйел болса, сол енеге бағынады. Басқа вариант жоқ. Бірақ бұл ересектік позиция емес. Бір жағыда, екінші жағыда ересектік позиция емес. Ересектік позиция бұл по-любому бөлектену. Или үйдің ішінде әр әйелдің өзінің территориясы болу. А ол үшін үйде үлкен болу керек. Бүгінге осы сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментарийге жазып өтсеңіз болады. Өздеріңіз туралы да айтып беріңізші. Егер сіз тұрмыста болсаңыз, қалай тұрасыздар? Енеңізбен тұрасыздар ма? Немесе бөлек тұрасыз ба? Қарым-қатынасыңыз қалай? Тұрмыста болмасаңыз, тұрмысқа шыққаннан кейін қалай тұрғыңыз келеді? Кейбір қыздарға мен білемін, енемен тұру вообще проблема емес. Енемен тұрсам тұра беремін дейді. Ал кейбіреулері наоборот бөлек тұрғанды қалайды. Мысалы, мен бөлек тұрғанды қалаймын. Маған қиын басқа адамдармен тұру. Өзімнің ата-анамен де тұру қиын еді. Мен өзім такой вот свободолюбивый адаммын. Бостандықты жақсы көремін. Еркін жүргенімді жақсы көремін. Еркіндік, бостандық, ол еркіндік пен бостандық екі түрлі сөз ғой. Сол еркіндікті жақсы көремін, еркіндікті қалаймын. Өзімді үйімде қалай болса солай жүргенді жақсы көремін. Расслаблен, релакста болғанымды қалаймын. Өздеріңіздің ойларыңызбен комментарийде бөліссеңіз болады. Сіздердің ойларыңыз маған өте маңызды, өте қызықты. Каналыма жазылып, лайк басуға ұмытпаңыздар. Маған бұл тоже өте маңызды. Осы қызықты видеоларды жалғастыруға маған шабыт, мотивация бересіздер. Келесі көріскенше сау болыңыздар.